107 орта мектептің биология пәні мұғалімі Машарапова Аймыжан. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нефронның құрылысы мен қызметі. Мақсаты нефронның құрылысы мен қызметін сипаттау. Нефрон адам және басқа омыртқалардың құрылымдық әрі қызметтік бірлігі. Нефронның құрылысы нефрон бүйректің негізгі қызметін атқаратын бірлігі болып табылады. Қаннан зиянды заттар, артық су, тұздар, витаминдер шығарылатын процестер жүреді. Нефронның құрылысы мен атқаратын қызметі нефрон бүйректің негізгі қызметін атқаратын бірлігі болып табылады. Бүйректе 1 миллиардтай нефрон болады. Нефрон капсуладан, капилляр түйнегінен және иілген өзекшеден тұрады. Нефронда қаннан зиянды заттар, артық су, тұздар, дәрумендер шығарылатын процестер жүреді. Капсулаға капиллярдан тұздар, глюкоза, амин қышқылдары мен басқа заттар еріген су, тұздар жатады. Нефронның негізгі қызметі зәр түзілу. Зәрдің пайда болуы 2 құбылыстан тұрады. Алғашқы зәр түзілу, сүзілу, соңғы зәр түзілу, кері сіңіру. Алғашқы зәр бүйрек шумақтарында фильтрация қылтамырлар арқылы өтеді. Алғашқы зәрдің құрамында қан плазмасының нәруыздары жоқ. Бір тәуліктің ішінде 150-170 литр алғашқы зәр пайда болады. Соңғы зәр түзілу құбылысы бүйрек түтікшелерінде өтеді. Глюкоза, амин қышқылдары, витаминдер, су, тұздар кері қанға өтеді. Осыдан 150 литр алғашқы зәрден 1,5 литр соңғы зәр пайда болады. Бүгінгі оқушылар тапсырма, жеке жұмыс, кестемен жұмыс. Одан кейін бекіту сұрақтары, кім білгір әдісі. Үйге тапсырма, нефронның құрылысы мен қызметін оқып келу. Назарларыңызға рахмет.